Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Дастарханның сәнін келтіретін тәттілердің бірі қызыл барқыт капкейкін жасайтын боламыз. Сіздерге жасалу жолын көрсететін боламын. Видеоның соңына дейін тамашалаңыздар. Алдымен керек заттарды дайындап аламыз. Мөлшерлерін видеоның астында описанияда қалдыратын боламын. Бізге керегі жұмыртқа, қант, сұйық май, қопсытқыш, айран және қызыл краситель. Менде құрғақ индийский, сіздерде гелевый болса да болады. Алдымен айранға қосып араластырып қоямыз красителімізді. Одан кейін жұмыртқаға қантты қосып, жақсылап әппақ болып көтерілгенше араластырамыз. 1-2 минуттай араластырдым. Енді осының үстіне сұйық майымызды қосып, тағы да бір араластыратын боламыз. Құрметті көрермен, әлі де каналға тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыздар, төмендегі подписаться батырмасын басып, тіркеліп алыңыздар. Енді осының үстіне краситель қосылған айранымызды қосып, тағы да бір жақсылап араластырамыз. Және де разрыхителімізді қосамыз. Біркелкі болып краситель араласқанша араластырамыз. Енді осы массамыздың үстіне бірнеше бөлікке бөле отырып, ұнымызды қосып араластыратын боламыз. Ешқандай іртік ұндар қалмау керек. Бір тегіс болып араластыруымыз керек. Және де сонымен қатар төмендегі поделиться батырмасын басу арқылы өздеріңіздің жақындарыңызбен, туысқандарыңызбен әлеуметтік желіде бөлісіп, осы видеоны жіберіп қойыңыздар. Енді дайындап қойған капкейкілердің ыдысына осылай қатты толтырмай құятын боламыз. Менде мұнда силиконовый капкейкілердің ыдысы және осының ішіне қағаздан жасалған капкейкілердің ыдысын салдым. 180-200 градуста қызып тұрған пешімізде пісіріп аламыз. Енді кремін жасайтын боламыз. Салқын тоңазытқышта тұрған сливкиге қантымызды қосып, өзінің массасын ұстап тұратындай араластырамыз. Капкейкілеріміз пісіп шықты. Пісіп шыққандығын аяғаш таяқшамен тексеріп алсаңыздар болады. Және кремді осындай насадкеге салып, 333 насадканың нөмірі. Осылай гүл тәріздес капкейкілердің бетіне кремді жағып шығамыз. Осы видео ұнаған болса, комментарий қалдырып, лайк баса кетіңіздер. Сіздермен болған мен Жұлдыз. Сау болыңыздар.